қазақ мал жаның аман ба деп амандасқан. Өйткені төрт түліксіз қазақтың тұрмыс салтын, көші қонын елестету мүмкін емес еді. Кей жылдары елімізде ет тапшылығы, қымбатшылығы бола қалса, себебін түсіне алмай дал болатынымыз да содан шығар. Жалпы шаруашылықтың осы саласының бүгіні жайлы не білеміз? У нас нет мяса, так что... Бізде ет жетпей жатыр. Экспортқа шектеу қою керек деп қабылдай салатын шешімдер дұрыс емес. Өйткені ет өндірушілердің алдын ала жасасатын келісімшарттары болады. Енді елестетіп көріңіз. Бір елмен сауда жөнінде келісімге келдіңіз. Көктемге дейін қанша тонна ет өнімін жеткізетініңізді айттыңыз. Көз келгенде ол келісімшартты жүзеге асыруға шектеулердің пайда болғанын білесіз. Яғни өз міндетіңізді орындай алмайсыз. Бұдан кейін сырттағы серіктестер, тіпті Ресей мен Қытай да сізбен жұмыс істеуден бас тартады. Бұл кәсіпке жоспар құрып, болжам жасау мүмкін болмай қалды. Мұндай қадамдар халықаралық инвесторларды біздің нарықтан қашырып жіберді дейді Қазақстандағы ет одағының бас директоры. Мақсұт Бақтыбаевтың айтуынша, экспортқа қойылатын шектеулер ет тапшылығы мәселесін шешпейді, керісінше бұл нарықтың жұмысын тежейді. Цена на корма выросла примерно 2 раза. Елдегі жем-шөптің бағасы соңғы 2 жылда 2 есеге қымбаттады. Керісінше еттің бағасы төмендеді. Көтерме сауда нүктелерінде 1800-2000 теңгеден ғана сатылады. Ал оның өзіндік құны 2200 теңгеге жетті. Яғни фермерлердің пайдасынан шығыны көп. Мал арасында ауру да көбейді. Оны шешетін ветеринарлық жүйе жоқ. Тіпті соңғы 2 жылда ветеринарлық бақылау комитетін басқаратын төраға да болған жоқ. Жиналған проблема көп болған соң ешкім жауапкершілік алғысы келмейді. Сәйкесінше саладағы тұрақсыздық салдарынан еңбек күшінің миграциясы жүріп жатқанында алаңдатады. Кадр тапшылығы тек біздің елдің емес, бүкіл әлемнің агроөнеркәсібінде байқалса да, біздегінің себептерін ашып алайық. Біріншісі, қаладағы оқу орнын бітіріп, ауылға қайтқысы келмей қалатын жастардың урбанизациясы. Ал екіншісі мынау. Несовременных тракторов. Заманауи тракторда, техникада, фермада жоқ саланың оқу орындарында. Олар студенттерді қағазбен қалай оқытады? Бұл тәжірибемен ғана түсіндірілетін қолданбалы ғылым ғой. Аграрлық мамандықтарды шағын қожалықтары бар колледждерге оқытқан дұрыс. Әйтпесе қазіргі түлектер жұмыс істемек түгілі дұрыс жазуды да білмейді. Аграрлық университеттің IQ-ы төмен бітірушісін алғанша, басқа саланың түлегін шақырып, бәрін нөлден бастап үйреткенім жақсы. К сожалению, у них еще и дисциплины нету. Ал журналист сарапшы Кирилл Павлов маман тапшылығының себебін гендерлік мәселемен байланыстырады. Далаға кетіп жатқан мемлекеттің ақшасы деп ойлайтын шығарсыз. Статистиканы қарасаңыз, аграрлық салаға оқуға түсетіндердің 90-92% қыздар. Шектік балл төмен болғасында шығар. Одан кейін не болатынын қарасақ, ол қыздардың 80-85% дипломымен мүлде жұмысқа тұрмайды. Ал қалған 10-15% мамандығымен жұмыс тапқанның өзінде шыдай алмай, басқа салаға кетіп жатады. Нәтижесінде ауыл шаруашылығында өзін көрсете алатын төзімді жігіттер кезінде қыздармен бірдей ұпай жинай алмаған үшін ол салаға бармайды. Сонда жігіттер маман болатын мүмкіндігі бола тұра оқуға түсе алмайды. Қыздар күйеуге шығып кетеді. Жем-шөп, су, кадр жетіспеушілігі, экспорт пен импортқа қолайсыздау саяси экономикалық ахуал. Етке деген сұранысты қанағаттандырудың оңай жолдарын іздеуге мәжбүр етеді. Көп ұзамай жасанды етті тұтынудың машақаты салыстырмалы түрде аз болама деген пікірлер де айтылып жүр. Америкалық Beyond Meat компаниясы соңғы 10 жылдағы әлемнің 50-ден астам еліне тарап 27 мың нүктеде жасанды ет сатуды қолға алды. Прогресс үздіксіз жүреді ғой. 2007-2008 жылдары жасанды еттің 4 келісі шамамен $1 миллион бағаланса, технологиялар дамыған сайын ол көрсеткіш азая берді. 2013 жылы жасанды гамбургер $250 мың болды. Қателеспесем, 2019 жылғы мәліметтерде бір келі жасанды еттің $10-15 ғана тұратыны айтылды. Табиғи етпен теңесті деген сөз. Егер мемлекет біздің орталық ғалымдарына жасанды етке қатысты тапсырма берсе, бізге оны орындау қиындық тудырмайды. Бірақ Beyond Meat'тің азық-түлік нарығындағы абыройын қаржыгерлер маркетологтардың еңбегі деп біледі. Яғни, табиғи етті сонша жылдам ысырып тастайды деп қорқудың қажеті жоқмыз. Көреміз, мал шаруашылығындағы мәселе ұсынушыға да, тұтынушыға да бірдей қолайлы шешімін таба алар ма екен, таппас па екен?